Достар, біз өте қарапайым әрекеттер арқылы планетамызға көп көмектесе алатыныңызды көреміз. 3 әрекетті жаттықтырыңыз. Қайта өңдеңіз, қайта пайдаланыңыз және азайтыңыз. Қайта өңдеу. Жаңа қолдануға болатын заттарды қоқыс жәшігіне тастамаңыз. Мұнда қиял мен шығармашылық өте маңызды. Сіз, мысалы, қоқыс жәшігіне түспеу үшін бос сабын бөтелкесімен әдемі гүл құмырасын жасай аласыз. Жыл сайын мұхиттарда миллиондаған теңіз жануарларының өліміне әкелетін қоқыстың үлкен аралдары пайда болатынын білесіз бе? Жақсы нәрсе, егер сіз қайта өңдеуді әдетке айналдырсаңыз, үйден көп көмектесе аласыз. Идея, менің достарым, пластик, металл, шыны, қағаз, органикалық заттар мен батареяларды тиісті қоқыс жәшіктеріне түсіне қарай бөлу. Қайта пайдалану. Керемет мысал, жағдайы жақсы, енді пайдаланбайтын киімдерді сыйға тарту, сондықтан басқа бала оларды қайта пайдалана алады, және сіз де игі іс жасайсыз. Азайту. Пластмасса сияқты қатты ластайтын өнімдерді азырақ пайдаланудың тамаша тәсілі сыртқа шыққан сайын өзіңізбен бірге су бөтелкесін алып келгеніңізге көз жеткізу, сондықтан көшеде пластик сатып алудың қажеті жоқ.